Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін наурыздың керемет күні болып тұр. Наурыз айының. Мен мына сіздерге арнайы мына құмны төгу жайлы бір мәлімет айта кеткім келіп тұр. Суды арнайы түсіріп қойдық. Тоғанның суын ортасына мынандай неміз бар. Котлован деп айтуға да болады. Жаңа су жиналатын, балықтардың қыстайтын. Негізі терең аумақтар осындай. Мына құмымыз жалпы тоғанда егер көксерке, жаңа судак дейміз, көксерке ұстайтын болсаңыздар, көксерке жіберетін болсаңыздар, тоғандарыңызға мынандай табанына құм тастаған дұрыс. Негізі баста қазған кезде төгкен дұрыс. Көлікпен бірнеше көлік, тоғаныңыздың көлеміне қарай. Ал қазір біз әр жерге мына осындай кішкене аз-аздап төгетін боламыз. Біз осы алдыңғы жылы күзде, яғни 20-шы жылдың күз айында бір 10 шақты көксерке балығын жібердік. Енді қазір әр жеріне осындай құм төгетін боламыз. Және де көксерке балығына мысалы тәжірибе қоюды жоспарлап отырмыз. Көксерке балығы негізінен табаны құмды, тасты, су табанын өте жақсы көреді. Байқасаңыздар, жаңағы сұр лайлы, табаны лайлы көлдерде көксерке кездесе бермейді. Яғни ол жаңағындай таза суды жақсы көреді. Табаны қатты, твердый грунт дейді, сондай. Құмымыз кәдімгі мынандай құм. Негізі бұған қиыршықтас араластырса жақсы болады, бірақ құмның өзі де жарайды. Қазір мына бізде бірнеше күн жауын шашын болды біздің аймақта. Сондықтан құмымыз ылғал осындай. Қазір мына тұсқа төгетін боламыз. Бұл жердің тереңдігі су, мына тұсқа, судың линиясы, мына тұс. Бұл су деңгейі сол жерге көтерілгенде, мына жерде шамамен 40-50 сантиметр тереңдік болады. Бұл жаңағы көксеркеге қолайлы тереңдік. Негізгі оған қолайлы тереңдік 1-2 метрден ары болған жақсы, 1 метрден ары болған жақсы, бірақ қазір ол жаққа құм төгу қазіргі уақытта бізге тиімсіз. Біз алдағы уақытта мына тұстан, мына жерді тағы да судың деңгейін түсіріп, жарты метрге дейін, 50 сантиметрге дейін, 40 сантиметрге дейін тереңдету жоспарымызда бар. Сосын мына жақтан тағы 2 метр, 3 метр ары қарай откос дейміз, еңіс қылып, тоғанымыздың енін үлкейткіміз келіп тұр екі жаққа. Так, мына тұстан да тоғанның енін ары қарай жылжытатын боламыз. Және мына жерлерді тереңдететін боламыз. Ол жайлы арнайы ролик дайындаймыз. Негізі қазір мына құмды төгетін боламыз. Естеріңізде болса, біз алдағы бір роликте осы қиыршық тас төгуді көрсеткенбіз. Мына тұсқа кішкене құмымызды төктік. Біз алдағы бір роликте сіздерге қиыршық тас төгу жайлы көрсеткенбіз. Қиыршық тасты негізі мына тұсқа төккенбіз. Қазір көрсетіп жіберейін. Мінекей. Бұл жерде судың деңгейі мына шамамен 30 сантиметрге дейін көтеріледі. Бұның үстінен құмымыз мына тұста жаңағы сіздерге көрсеткен. Құмды негізі тоғанды қазған кезде ең басында су жібермей тұрып, табанына біркелкі төккен дұрыс. Жерде кішкене қалып қойды.
енді ол аз-аздап кететін болады ертең су толғанда. Жалпы көксеркелер осындай құмды қазып, осындай жаңа құстың ұясы сияқты диаметрі 40-50 сантиметр шеңбер тәрізді ұялар жасайды осы құмдарға. Мен бір интернеттен мәліметтер көрдім осы көксеркені өсіру жайлы. Тоғанда оларды жаңағы тау секілді құм үйеді екен тоғанның терең аумақтарына. Оны солар айналдыра өздері бөлініп жаңағы ұялар жасайды екен. Аталық-аналық жұптар құрып. Енді қазір бізге ол жасау қиындау. Біз мына жерді кеңіткен кезде және мына тұсты тереңдеткен кезде міндетті түрде құм тастайтын боламыз және ол жайлы арнайы сіздерге видеоролик дайындайтын боламын. Ал достар, қош сау болыңыздар. Алда талай көктем келе жатыр, жаз мезгілі келеді, одан кейін сіздермен талай мәліметтермен бөлісетін боламыз. Құдай қаласа көксерке шабағын өсіруге тәжірибе қойып көреміз және ол жайлы арнайы бейнероликтер дайындайтын боламыз. Және де айта кететін жайт, осы балық шаруашылығына қандай да бір салаға қазіргі таңда әрбір облыс орталығында гранттар қарастырылған. Сол грантқа біз құжаттар тапсырдық. Ол жайлы мәліметтер алғыларыңыз келсе, ол жайлы комментарийға пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ол жайлы арнайы ролик дайындайтын боламын. Қандай құжаттар, қандай құрал жабдықтар дайындау керек екенін жайлы. Ал қош сау болыңыздар.